Дерматокосметолог Абдурахманова. Дерматокосметолог. Сәлем достар, бүгін дәрігермен сұхбат айдарында косметолог, дерматолог Абдурахманова Камила Абдуллаевна. Рахмет сұхбатқа келіскеніңізге. Бүгін балаларға қатысты көптеген сұрақтарыңызға жауап алатын боласыз. Өзіңізді кішігірім таныстырып өтсеңіз. Достар, ең үздік жазған комментарийге өз атымнан 2000 теңге сыйлық беремін. Ең үздік жазған комментарийге. Және де дерматолог ханымнан Онлайн консультация. Тегін онлайн консультация. Давайте, активный болайық. Айтып өткендей, Камила Абдуллаевна, Астана медицина университетін бітіргенмін 9 жыл оқып. Кафедра дерматокосметологии, дерматовенерологии, взрослых и детских. Так, достар, дерматолог ханым декретте болғанына байланысты сұхбатты үйде алып жатырмыз. Мән бермеңіздер, ең бастысы сұрақтарға мән беріңіздер, хорошо? Сұрақ пен жауаптыларға. Балалар және взрослый, да? Иә. Қазіргі таңда жұмыс өкіметте о, да? Иә. Қазіргі таңда декреттемін, онлайн қабылдаймын пациенттерді. Частный былай қабылдай бересіз ғой? Иә. Ондан алдын Жалымбетов мед орталығында және нейронда жұмыс жасадым. Түсінікті. Так, алдымен инста парақшама шығарған болатын, осы дерматологқа қатысты сұрақтарыңыз болса қойыңыздар деп. Инста парақшаға көрермендердің сұрақтарын қойсам сізге. Иә. Так, бірінші сұрақ. Шілде деген не? Ол жарама ай жанарғанда жанарып, ай кеткенде кете ма дейді. Сондай да сұрақ бар екен. Иә, өте қызық сұрақ. Шілде дегенді негізі мен көп іздедім өзі не екен деп. Ол диатез екен былайша медицина тілінде айтқанда. Енді біз медицинада олай шілде ай жаңарғанда деп олармен байланыстырмаймыз, иә. Ол қазақтар өздері шығарып не істеген ғой енді. Иә, қазақи шілделік дейді ғой. Иә, сондай. Ол былай келгенде диатез ауруы. Диатез дейсіз ғой, да? Иә. Бірақ диатез деген диагноз бізде қазір қойылмайды. Атопический дерматит деп айтылады ол, иә. Балалардың бетіне шығатын жара. Иә, ол сұраққа да келеріміз жалпы. Так, екінші сұрақ, бөпенің терісі неге құрғақ болады? Қышырлап тұрады, оны қалай кетіреміз дейді. Жаңа туылған балаларды айтатын болсақ, ол мысалы адам дүниеге келмес бұрын утробта жатады, жатырда жатқан кезде условия мүлдем басқаша болады. Ылғалдық высокий болады, влажность дейміз ғой, енді сол көп болады. Дүниеге келгеннен кейін ол физиологиялық нелер жұмыс жасап бастайды органдар, иә. Сол кезде ауа райы қатты оларға сухой болады. Сондықтан ол денесі сөйтіп не істеп бастайды. Ол тағы да жуындыруына байланысты. Не жағуға болады деген сияқты қалай? Бізде мысалы 40 күнге дейін марганцовкаға түсіру керек, тұзға түсіру керек, чередаға түсіру керек дейді. Оның барлығы негізінде болмайды. Негіз болмайды ма онда? Болмайды оның барлығы. Өйткені балада аллергия болып кетуі мүмкін, ол бір. Тұзға шомылдырған кезде тері одан бетер кеуіп қалады, иә, білесіз ғой. Тұз тартады суды, иә. Сол кезде де құрғап кетеді. Сол кезде де жаңағындай қабыршықтанып, не істеп кетеді. Сондықтан болмайды. Специальный детский масло деген болады, специальный детское мыло деген болады. Солармен жуындыру керек баланы. Детская косметика. Тұз сонда жоқ, олай болмайды. Ол бұрында мысалы, бұрынғы заманда ойлап тапқан заттар. Ол кезде ондай мыло деген сабын балаларға арналған ондай болған жоқ, иә. Сондықтан адамдар өздері не істеп ойлап таба берген ғой. Жаңағы сол енді құрғақ болып кетсе оның арнайы жағатын несі бар ғой, да? Жағатын маслалары бар, иә. Дәрілер бар ма беретін? Жоқ, дәрі бермейміз. Ол басында ол физиологиялық норма дейді. Ондай болады балада, иә. Бірақ ол көпке дейін кетпей, мысалы, толғаннан кейін 2 күннен кейін, 3 күннен кейін пайда болуы мүмкін. 3-4 аптаға дейін жалғасады ол. Ал одан артық кетпесе ол кезде, әлде көбейіп кететін болса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Ол кезде оларға специальный эмолент деген болады, кремдер, масло болады, соларды береді. Болмаса немесе жаңа баланың өзінде обезвоживание болуы мүмкін. Жаңағы судың көптеп кетуі организміне. Ол кезде восполнение болады. Баланың жағдайына қарап дәрігер уже назначение береді. Оған дейін сәл-сәл тек кішкене түлеп түсіп жатса, ол физиологиялық нормаға жатады. Одан асып кетсе, онда міндетті түрде дәрігерге бару керек. Сіз жаңа айтқандай онлайн консультация қабылдай бересіз ғой, да? Иә. Достар, егер дерматологқа қатысты онлайн консультация алғыңыз келсе, төменде номерін қалдырамыз, соған хабарласып консультация алсаңыз болады. Әрі қарай сұхбатымызды жалғастырамыз. Так, келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе дейді, ұлым 6 жаста. 6 жас туылғалы июнь-август арасында үстіне бөртіп таспа шығады. Ішпеген дәрісі жақпаған мәз қалмады. Тек капельница алсақ кетеді дейді. Енді
қалай дейміз, пал ашып қоя алмаймыз иә балаға диагнозды иә. Жазда шығады дегеніне қарап, ол грибок болуы мүмкін деп, мы можем только предположить. Қандай дәрі ішсе де кетпейді дегеніне қарағанда да, капельница деп. Бірақ ол баланы көрмей, ештеңе айта алмаймыз. Консультацияға барсын сол кезде шыққан. Консультация алу керек үшін да. Түсінікті. Келесі сұрақ. 2 жастан асқан балама осымен 3 рет денесіне ветеринарканың екінші түрі шықты дейді. Ол қалай кетіруге болады ветеринарканы да? Алдын алуға бола ма деген сияқты. Иә. Біріншіден ветеринарка деген ол өмірде тек қана бір рет шығатын ауру, иә. Оның алдында мүмкін басқа диагноз болған шығар, или қазір басқа диагноз, иә. Потому что оған стойкий иммунитет пайда болады балаларда, адамдарда жалпы, иә. Ветеринарканың екінші түрі десе, мүмкін ол опоясывающий лишай шығар. Ол да ветеринаркаға ұқсап шығады, бірақ нервный окончание қайда бар, сол жерге ғана шығады. Сондықтан ол бірінші диагнозды дұрыстап қою керек. Одан кейін уже ем жайлы айтамыз, иә. Түсінікті. Келесі сұрақ, крапивница аллергияға қандай емі қолданамыз дейді? Қандай ем қолданамыз дейді? Крапивница мен аллергия деген негізі бірінші аллергиядан басталады, иә. Сосын крапивница болып кетуі мүмкін. Крапивница дегеніміз не, бірінші соны айту өтейік, иә. Ол острое аллергическое заболевание. Ол любой затқа болып кетуі мүмкін. Тамақтан бастап, химиялық, ауа райына, ит, мысық барлығына пайда болуы мүмкін, иә. Сондықтан бірінші емі біз причинаны устранить ету керекпіз. Причина ол жерде жаңағыдай тамақ болсын, иә. Олардан болмаса да, мысалы строгий диета прописывать етеді оларға. Неліктен өйткені ол деген күшейтіп жібереді ауруды. Сондықтан бірінші сол диетадан басталады. Және көбірек су ішу керек сол кезде. Не үшін ол? Аллергенді шығарып тастау үшін, иә. Аллергия деп өттік қой, жаңа айтып өттік. Сондықтан көбірек су ішу керек, жаңа аллергия шығу үшін, иә. Және гигиена сақтау керек. Химиялық заттар қолданбау керек. Фейри, порошок болсын, иә. Ит, мысық болса, олардан да қарау керек, аллергия бар ма, жоқ па деп. Көрдіңіздер ме, көрермендер? Крапивницаның белгілері ол волдырь болып ісіп кетеді, жаңа ішіне су бар сияқты болып тұрады, иә. Крапивница неге қорқамыз? Крапивница өйткені ол слизистылардың барлығын ісіндіріп жіберуі мүмкін, дем алмай қалуы мүмкін адам. Сондықтан экстренно врач шақырасыз, өз ем болмайды ол жерде. Міндетті түрде скорый шақырасыз, немесе қасыңызда дәрігер болса, соған айтасыз, иә. Так. Түсінікті. Дәрілік көмектер, оны уже дәрігердің өзі назначение береді. Түсінікті, иә. Қызымның басында, көзінде родинка дейма, қызыл сондай қышып кеткен, оны қалай кетіруге болады дейді. Родинканы жалпы қалай кетіреміз? Бірінші родинканы біліп алу керек, ол доброкачественный или злокачественный, иә. Ол екіге бөлінеді бізде любой родинка. Даже мысалы бір денеңде бәрінде родинка бар, соның барлығы злокачественный или доброкачественный біліп тұру керек. Жаңа дамыған елдерде, Астана, Алматы қалаларында мысалы нелер бар. Фотоаппарат үлкен, ол адамдарды бүйтіп қояды да, карта қылып түсіріп алады адам денесіндегі родинкаларды. Үлкейе ма, жоқ па, қыши ма, жоқ па, соның барлығын қадағалап тұрады. Жалпы родинка деген не ол, көрермендерге түсінікті болсын? Бірдеңе болып шыға ма, қалай? Родинка деген қалғы кәдімгі. Қалғы. Қызыл түрі болады, жаңа айтып отырғандай да. Иә, қып-қызыл болып шығады ол. Түрлісі болады оның, иә. Соның барлығын бірінші анықтап алу керек. Ол өседі, біреулер өседі дейді ғой. Иә, біреулер егер өспейтін болса, қалып кетеді, өсетін болса алып тастайды дейді ғой оны. Иә, сондай алып тастайды ба? Иә, мен көргем. Алған жағдайдың өзіне негізі мысалы шығып тұрған, үлкейіп тұрған қалдар болады біреулерде, иә, өйткені терінің үстінен шығып тұрған. Негізі дерматологтар барлығын кесіп алып тастаған жөн көреді. Өйткені ол доброкачественный болса да, злокачественный болып кетуі мүмкін. Мүмкін дейсің ғой. Сондықтан алдырып тастаған жақсы. Одан кейін гистологияға жібереді, гистологияда оны анықтайды. Егер де злокачественный болса, оны ары қарай уже қарап, тексеріп тұрады ол пациентті да. Ал егер доброкачественный болса, алынды, болды. Түсінікті. Так, келесі сұраққа. Диатез қалай кетірем дейді, тәттіден шыға береді балаға дейді. Өте маңызды сұрақтардың бірі. Иә, диатез деген өте көп кездесетін ауру негізі балаларда. Диатез тәттіден шығады деп өзі айтып тұр, иә, анасының. Енді бірінші себеп неден болып тұр? Тәттіден болып тұр. Тәттіден, сосын жаңағы фрукты жесе де шығады біреулерге, да? Иә, в основном тәттіден шығады. Сахар, шекерден, неден, кәмпиттен, иә. Оны кетіру жолы? Причинасын айтып тұр, енді причинасын устранить ету керек. Ол, значит, тәтті жеуге болмайды. Тәтті жеп, дәрі-дәрмек қолданатын болсаңыз, одан пайда болмайды ешқандай. Ол қайта-қайта шыға береді. Ешқандай дәрі көмектеспейді, сіз пока мана тәттілерді алып тастамағаныңыз. Мейлі, мысалы шығып кетті ғой, бетіне диатез шығып кетті, жаңағы маңдайына, оның қандай дәрі жаққан дұрыс жалпы? Оны гормональный терапия дейміз.
қазір мана айтып өттім ғой, диатезге біз атопический дерматит деп айтамыз, диатез деген диагноз жоқ қазір, иә. Сондықтан эмольдент қолданамыз, ол ылғалдандырғыш. Байқасаңыз, диатез болған кезде қабыршақтан терісі деген сухой болып кетеді, иә. Иә, сухой болып кетеді. Сондықтан обязательно увлажнение керек оған. Екіншіден, гормональная терапия, майздар болады, гормональдық, да. Гормональный майздарды просто так алып әркім жаға берсе, ол да болмайды. Ол деген минус ткань деген ол тері ертең бипантен деген сондай жақса бола ма? Диатездерге болады, бірақ ол көмектеспейді оған. Ол тек ылғалдандырып тұрады. Иә, гормональный майздар болады. Жаңа аттан айтпай ақ қояйын, өйткені ата-аналар өздері алып қолданып бастайды ол. Сосын айтып өтейін деген целистодерм, синофлан деген майздарды балаларға мүлдем қолдануға болмайды. Жаңа өзімнің сұрағым, ана балдардың боты қызарып кетеді ғой. Сол памперстен болады біреулерде мысалы ше. Оған не жақсы болады? Жаңа присыпкадан бөлек. Ол пеленочный дерматит дейді, да? Бірінші жаңа өзіңіз тағы да себебін айтып өттіңіз, ол подгузниктен деп айтып тұрсыз, иә. Значит, не істеу керек? Көп ата-аналарда сондай болады да, мен байқаймын да. Иә, келеді ондай ата-аналар. Значит, подгузникті алып тастау керек. Ауада көбірек демалу керек бала. Өзіңіз кигізбей тұру керек те соған қызарып кеткенше, иә. Мысалы, ересектерге арналған памперстер бар, подгузниктер, да. Өзіңіз соны тағып жүріп қараңыз, қалай болады да? Ылғалданып кетеді ішінде барлығы. Тері демалмайды, ауа жоқ ол жақта да. Сондықтан ылғалданып, плюс экскременты жаңағы бала тышады, сиеді, оның барлығы әсер етеді теріге. Ол кислотность нарушается, pH деген баяғыда химияда өттік қой барлығымыз, сол өзгереді. Сондықтан жаңа қызарып сөйтіп бастайды. Біріншіден, значит, подгузникті алып тастаймыз. Көбірек, бұтты демалу керек баланы. Присыпка себеміз аямай. Иә, сосын специально защитный кремдер бар. Защитный кремдер бар ма? Подгузник кигізбей тұрып, соны жақып қоясыз. Өздері специально, мысалы, биолайн деген бар қазір, да? АВН деген бар. Олар аллергия бермейді одан сайын, да? Жоқ, гипоаллергенный түрлері оның ішінде. Әдейі балаларға арналған. Көрдіңіздер ғой да, құрметті көрермендер, мұқият қарап. Достар, алдымен айтуды ұмытып кеттім. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп кетіңіз. Лайк басамыз. Ары жалғастырамыз. Так, келесі сұрақ. 10 жасар баланың шашы түсіп қалған. Ол неден болуы мүмкін? Кальций жетіспесе де, D3 жетіспесе де мүмкін ба? Дұрыс айтасыз, иә, ол кезде де мүмкін. Және анемия болса. Витамин жетіспесе де сөйтіп естіп жатамын да, витамин жетіспесе де шаш түсіп жатады дейді. Сосын анемия болуы мүмкін, да? Қан азықтан да түседі. Сосын егер де локально болса, аллопеция дейді, локальная деп. Ондай кезде ол неден қарау керек? Грибок болуы мүмкін. Ең жиі кездесетін себептердің бірі ол грибковая инфекция волосистой части головы дейді. Сондықтан тоже дәрігерге апарып, қарату керек міндетті түрде, пока барлық шаш түсіп қалмағанша. Өзің ғой. Келесі сұрақ өте маңызды сұрақтардың бірі тоже. Мен көкейімде жүрген дейін да. Так, 5 ай баланың аузынан су ағып, жан жағы қызарып, высыпание болып кетеді дейді. Қалай кетіреміз дейді. Аузынан су ағынан точек-точек болып кетеді, қызарып аллергия берсе. Өте жақсы сұрақ, иә. Балаларды көп кездеседі, шынымен де ол неден болуы мүмкін? Ол манағы балада диатез болса, егерде сондай да болуы мүмкін. Диатез болса ма? Иә. Сосын прикормды қарау керек, мысалы балаларға, да? Прикорм берген кезде, мысалы, печенье береді, пюре береді, сок береді, кейде олардың құрамында шекер бар ма жоқ па, соны қарау керек. Иә, менің қызымда бір апельсин жетті. Сол апельсиннен де берген екен айтпақшы. Иә. Соны қарау керек. Міндетті түрде тағамдарын, рационын қарау керек. Сосын екіншіден, мысалы, балаға тіс шығайын деп жатқанда көп сілекей шығады, иә. Сол кезде сөл көп бөлінеді. Тек сүртіп тұру керек. Тамақ жеді ма, бет-қолын жуып, сразу, иә. Бірден бет-қолын жуып, тек сүртіп тұру керек. Оның емі тек сол. Алдын алу керек, е? Түсінікті. Көрдіңіздер ғой, құрметті көрермендер, жақсылап мұқият видеоның соңына дейін қараймыз. Өте маңызды сұрақтарға жауап беріп жатыр. Жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Балама дентокинт беріп жүрмін, бола ма дейді. Не ол дентокинт деген? Дентокинт деген балалардың тісі өсіп келе жатқанда, шығып келе жатқанда, жағатын майыз ғой, қышытқанда азайту үшін, е? Соны бола ма дейді. Жалпы ол тіске көмектесетін жаңа балаға екі түрлі препараттар болады, иә, біреуі деген жаңа ибуфен, парацетамол деген сияқты, екіншісі жаңа ауыртқанда нені басатын да, екіншісі гомеопатиялық дейді. Сол гомеопатияға жатады, жаңағы айтып отқан дәріңіз. Оны қолдануға мен рекомендация бермеймін, өйткені құрамында белладонна бар. Тісті қарайтып жібереді дейді ғой, сол осыларда емес па? Бірдеңе жағатын айтып жақсы. Сөйтіп естідім да мен де. Қарайтуына қарайтпайды, бірақ құрамында белладонна мен және лидокаин болмау керек. Сол екі заттан қатты побочный эффект болуы мүмкін балада. Сондықтан сол екеуі болмаса,
любой препарат қолдануға болады. Түсінді. Так, келесі сұрақ. Прыщик неден шығады және қалай тез кетіруге болады дейді. Көп әйелдердің не сияқты? Жасөспірімдердің сұрақтары шығар осы. Прыщик неден пайда болады? Ол тұқым қуалаушылық болуы мүмкін, иә. Ата-анасының біреуінде болған болса, ол баласында да болады, иә. Тұқым қуалауы мүмкін, иә. Екіншіден, сол генетическая предрасположенность дейді ғой. Екіншіден, ол тағамдарына байланысты. Үшіншіден, бетіне қалай уход жасайды, соған да байланысты. Және гормональный заболевание дейді. Заболевание ЖКТ дейді. Асқазан, іш құрылысының ауруларына да пайда болуы мүмкін. Оның емінде енді барлығын көбінесе емі қызықтыратын шығар. Біріншіден, уход бір дұрыс болу керек. Бет таңертең тұрып, косметика, мысалы, қыздар сұрап жатқан шығар қазір, иә. Қыздар болсын, ер балдар болсын, жаттарда міндетті түрде бетін гельмен жуып жату керек. Бетін жуылмай жатуға болмайды, косметикамен жатуға мүлдем болмайды. Ең бірінші қағидасы, құрметті қыздар, косметикамен жатпаңдар. Сол кетіріп тастау керек сол косметиканы. Одан кейін уже қалған уход болады, лечение болады, солай кете береді. Уже персональный консультацияда келесі сұрақ. Сосын прыщикті сығуға болады ма? Көп жасөспірімдер сығып жатады ғой. Сол қалай болады? Жоқ, болмайды прыщикті сығуға, өйткені одан ізі қалуы мүмкін. Сіз инфекция кіргізуі мүмкінсіз. Өйткені тырнағыңыздың астында не бар, не жоқ екенін білмейсіз, иә. Медицинский показаниямен тек алып тастауға болады. Косметологтар жасайды чистканы. Соларға барып, тек солардың көмегімен ғана істеуге болады. Ұшық неден шығады? Не жағу керек? Қандай дәрі дегендей қойып жатыр. Ұшық деген медицина тілінде айтқанда, ол герпес вирус. Мен аны шыққан. Сізге еміңіз айтып кетейін онда. Ол герпес вирус, да, ол деген жаңа жеркенгеннен шығады деп айтады бізде, қазақтар, ол олай емес. Жеркенгеннен шықпай ма? Жоқ, одан шықпайды. Мен неден жеркендім деп жүрмін ғой. Ол былай айтқанда простуда губ деп айтады. Неден шығады? Бірде жұққаннан кейін ол көпке дейін кетпейді, ол сол адамның ағзасында қалып қоятын инфекциялардың, вирустардың бірі, иә. Полностью оны кетіріп тастауға болмайды, әрине, ол периодически шығып тұрады да арасында солай. Сондықтан сразу тек бірден жаңа ацикловир деген мазь бар. Соны күніне 3-4 рет жағасыз, тек қана сол шыққан жеріне ғана. Сосын таблеткасын ішуге болады. Түсінікті. Бүгін барып алып жақпасам. Сосын айтып ол жұғады бір-біріне. Жұға ма еще? Адамдардың бір-біріне. Контакт болған кезде жұғады. Контакт болмау керек, контакттан жұғады, иә. Сосын желден жұғады. Иммунитет түсіп кеткен кезде, стресс болған жағдайда сол кездерде шығады ол. Түсінікті. Көрдіңіздер ғой, көрермендер. Мұқият тыңдаймыз, жалғастырамыз. Так, витилиго жөнінде айтыңызшы дейді. Витилиго. Не ол? Витилиго деген былай айтқанда жаңа не ғой, алапес деп айтады да қазақтарда. Ол деген пигменттердің жоғалуына байланысты пайда болатын ауру. Ол да нақты себебі неден екені белгісіз әлі, иә. Ол жаңа аутоиммунный дейді, жаңа иммунитет төмендеп кеткенде стресстен болады дейді. Негізі көп ауру стресстен пайда болады, шынына келгенде, иә. Тұқым қуалаушылық дейді тоже, содан да пайда болуы мүмкін. Былай ішкі неге ағзаға оның ешқандай зияны жоқ. Ол в основном жаңа психологическая проблема, да, особенно қыз балаларда, жаңа подростықтарда болса, солар қатты зақымданады содан, иә, көбірек психологически. 30 жасқа дейін шығады негізі ол, бірақ болады 30-дан кейін де шығатын, да. Ал емі қызықтыратын шығар ол кісінің сұраған. Ол емі басында гормональная терапия дейді, соны қолданады. Екіншіден фототерапия дейді. Соны қолдануға болады. Пуво-терапия дейді, күн сәулесімен емдейді оны, да. Ал үшіншіден хирургиялық емі бар. Ол теріні пересадка жасап істейді. Сосын профилактика. Оларға, ол кісілерге обязательно профилактика керек. Профилактика деген күн сәулесіне көп тұрмау керек. Загорать деген оларға мүлдем болмайды. Одан бетер білініп бастайды жаңа нелерді, дефекттер кожасының. Постоянно ұзын затпен жүру керек жазда да, қыста да. Сосын солнцезащитный крем деген болады, SPF деген. Негізі барлығы адамдар қолдану керек оны да, ол кремді. Но олар прям обязательно SPF. Күннен қорғайтын крем жағып жүру керек сонда. Мүлдем постоянно сонымен жүру керек. Сосын шляпа киіп жүру керек. Әсіресе теріге аллергиясы барлар дейсің ғой, күнге. Сосын балалармен де келіп жатады. Менде балама витилиго деген диагноз қойды деп, құрттай балалармен да, мысалы. Ол деген не всегда так.
ол постоянно сразу тек витилиго деген диагнозды қоя алмаймыз біз оларға да. Ол дифференциация жасау керек оны деген. Ол точно витилиго ма жоқ па, иә? Мүмкін грибок шығар. Грибокта да сондай болады, ағарып кетеді бір жерлері. А витилигода прям нақты көрініп тұрады. Сондықтан витамин жетіспеушілік болуы мүмкін балаларда, иә? Сондықтан витаминді береміз біз бірінші. Екінші мазьдар болады өздерінің жағатында. Ұлғаймау үшін жаңағы алдын ала сразу дәрігерге апарып көрсеткен дұрыс. Түсінікті. Келесі сұрақ. Так, экзема емделе ме? Ол неден шығады дейді? Экзема деген ол воспалительная реакция, аллергическая на химикаты в основном, да. Ол әйел адамдарда көбірек кездеседі ер адамға қарағанда. Өйткені біз үйде фейримен, кометпен, хлоркамен жұмыс жасаймыз, иә. Ол солардың аллергия беруі мүмкін ғой, да? Иә, солардың аллергиясы былай жалпақ тілмен айтқанда, иә. Қолға шығады, в основном аяққа да шығады. Иә, мен келіншегіме солай заттар шығады кейде. Краскамен жұмыс жасайды, ер адамдар жаңа мұнайда жасайды, иә. Әртүрлі нелермен, сместермен, химикаттармен жасайды. Сол кезде шығып бастайды ол. Ол емделе ма дегенде ремиссия дейді, жаңа уақытша жақсы болуы мүмкін. В основном профилактикамен айналысу керек ол жерде. Обязательно қолды ылғалдандырып жүру керек. Кремдермен жылыда ұстау керек қолды. Химикаттармен ешқандай контакт болмайды, тек перчаткамен жасау керек жұмысты, иә. Перчаткамен мен өзім пациенттеріме айтамын, бірінші перчатка кигенде де ХБ перчатка киеді. Үстінен тек резиновый перчатка киеді. Сонда ғана ол эффект болады. Өйткені резиновый перчатканы сразу өзің киетін болса, оның ішінде бәрібір су кіріп кетеді, химия кіріп кетеді, иә. Ненің резинаның өзі аллергия беріп кетуі мүмкін. Ол күшейтіп жібереді экземаны, иә. Сондықтан солай профилактикамен айналысу керек. Түсінікті. Келесі сұрақ, чисто тело көмектеседі ме бородавканы емдеуге дейді? Бородавканы емдеуге басында шығып келатқанда көмектесуі мүмкін. Бірақ ол доказательный базада ондай чисто тело емдейді деген жоқ. Оның доказательный емі ол алып тастау. Немен алып тастауға болады? Хирургическим путем иссечение дейді, хирургтарға барсаңыз кесіп тастайды, лазермен алуға болады, сосын азотпен күйдіріп тастауға болады. Сол үш тәсілі ең рабочий солар. Түсінікті. Келесі сұрақ, энтеровирусный ауруларға не жатады дейді? Энтеровирусный инфекция дейді, ол деген тамақты ауыртуы мүмкін, теріде шығуы мүмкін, да? Миалгия, даже энцефалопатия дейді, мидың ауруы болады. Оның түрлері көп өте, иә. Оны мысалы теріге шыққан жағдайда, мысалы дерматолог ретінде жауап берейін, өзім салама, иә. Теріге шыққанда ештеңе істемейміз. Ешқандай дәрі керек емес. Мысалы энтеровирус болған кезде обязательно температура болады, мазасыздану болады, иә. Сол нелермен күресеміз болды. Ибупрофен, парацетамол, соларды береміз. Ол основном балаларда кездеседі енді. Соларды береміз, болды. Қалай ауру емделеді өзін, сол энтеровирусный инфекция кетеді. Сол кезде терісінен де барлығы кетіп қалады. Ешқандай мазь, не қолдану қажеті жоқ. Түсінікті. Келесі сұрақ, целлюлитті немен кетірсем болады дейді? Бұнда әйел адам берген шығар. Бәрі әйел адам маған жазғандар. Целлюлит енді көбісінің несі, проблемасы. Массаж деп ойлаймын мен, иә? Массаж көмектеседі ғой, да? Массаж көмектеседі, иә. Сосын пакетпен орап қойып, сондай массаждар бар ғой. Массаж енді механическое воздействие ғой, былай айтқанда, иә. Массаж механикалық неге жатады ғой. Ол негізі көп адамда просто мен білем, өздерінде комплекс болады да, менде целлюлит деп. Одан комплексовать ету керек емес, ол физиологиялық нормаға да жатады тіпті, иә. Мұңаймау керек, түңілмеу керек дейсің ғой, да? 90% әйел адамдар, ер адамдарда да бар ол, да, ол проблема. Бар. Сондықтан оның емі жаңағы скраб, щетка деп айтып жатады ғой, оның пайдасы енді білмеймін, ондай көп емес, ол нақтылай бәрін кетіреді деп айта алмаймын. Массажбен жай кетіруге болады. Ол да точно прям 100% кетіріп тастамайды оны, бірақ жеңілдетеді, жаңа внешний вид улучшает дейді ғой. Өйткені қан айналымы жақсартады, иә. Қан айналымы барлық затқа да жақсы ғой. Түсінікті. Келесі сұрақ. Так, бетім тегіс әдемі болып тұру үшін қандай аптечный кремдер жақсам болады дейді? Бетіме өте құрғақ жарыла береді. Бетім өте құрғақ дейді, жарыла береді дейді. Енді ондай супер прям крем әлі ойлап таппаған шығар. Ол деген бірінші терінің типін біліп алуымыз керек, иә. Жирный, сухая деп бөлінеді, комбинированный деп бөлінеді, обезвоженный болады олардың ішінде, да. Сіз құрғақ деп айтып отырсыз. Скорее всего, сізде обезвоженный шығар. Ол обезвоженный дегенде ылғалдық жетіспейді деген сөз, иә. Сондықтан бірінші режим питанияға келеді барлығы, да, су ішуге, сосын да. Су прям
білмеймін, суды 2 литрде ішу керек. Ұрттап бір пациентім болды, мен деген айтады, таңертең тұрысымен 2 литр суды ішіп тастаймын дейді, бөліп дейді. Судың пайдасы көп десе үшін. Ол бірден олай ішуге болмайды оны. Күні бойына соны созу керек. Өз нормасымен ішу керек па? Өйткені ол почкаға сразу не қылады, әсер етеді да, нагрузка на почку дейді. Сондықтан жай-жайдан соны ішу керек. Қандай крем аптечный дейді. Негізі бірінші тип кожи біліп алыңыз. Может, сізде жирный, просто обезвоженный шығар, иә. Сондықтан соны типті біліп аласыз. Ол үшін косметологқа барсаңыз болады, дерматологқа барсаңыз болады да. Или маған онлайн консультацияға келсеңіз болады. Жазылсаңыз болады. Сосын биодерма деген фирма бар, мысалы аптечный, сол аптечный қаласы, ол космецевтика деп айтылады оларда. Биодерма, Авен деген бар, Уриаж деген өте жақсы кремдер. Солардан қолдануға болады. Өзімнің сұрағым, жалпы мына дерматология мен косметологияның қандай айырмашылығы бар? Екеуі екі түрлі не ғой да? Или бір ма? Жоқ, екеуі де термен айналысады, иә. Косметолог бет жар көбінесе, да? Иә, косметология ол эстетика жағынан көбінесе. Эстетика жағынан, да. Иә. Мысалы, бетте прыщ шығады, арқасында прыщ шығады дегендер бар, мысалы, да, соны емдейді. Обезвоженная кожа деген тоже соған жатады, мысалы, да. Бетпен бір проблема болса, әжім түседі, ботокстар салады, ол барлығы косметология. Ал дерматология ол аурулар жатады, в основном. Даже воспаление прыщтар шығып, жаңағы воспаленный іріңдеп сөйтіп тұрса, косметолог ештеңе істей алмайды, пока дерматолог барып сізге ем бермегенше. Ол іріңдердің бәрін кетіріп, сосын барып косметологқа апарады тоже. Дерматолог, значит, аурулардың бәрін емдейді, терге қатысты. Түсіндім, екеуінің айырмашылығын. Так, келесі сұрақ, шаш неге көп түседі дейді? Біріншіден ол деген әйел адам сұрап тұр ма, ер адам сұрап тұр ма, соған байланысты. Екіншіден, мысалы деген, мана айтып өттік қой, мысалы, менің шашым түседі кейде бір. Шашым жуғанда кәдімгідей түседі. Шынымен де. Негізі 100 шашқа дейін түсу, ол норма. Күніне. Норма, да? Ол норма. Өйткені шаш жаңарып шығады ғой. Санамасам. Санап көрдіңіз. Астынан жаңарып шығады, бұрынғылар ол түсе береді. Жаңа айтып өткенде 10 жасар бала деп сұрадыңыз ғой, оған да айтып өтті. Анемия, витамин жетіспеушілік болуы мүмкін. Мысалы, жаңа туған аналарда жаңа бұрын шаштар байқасаңыз, беременный болған кезде шаштар үрпілдеп, күшті болып тұрады, жылтырап та. Сол кезде шаш түспей қалады. Босанғаннан кейін түсіп бастайды. Ол сол бұрынғы шаштар түсіп бастайды деген сөздер да. Ол не обязательно ауру. Түсінікті. Так, келесі сұрақ, ерінге, жауырынға шығатын және гинекологиялық герпестің айырмашылықтары қандай дейді? Түсіндім. Герпес инфекция ол деген первый, второй, третий деп 7 типов герпес инфекция бывает, да? Олар айырмашылығы деп тұр, енді айырмашылығы ол жұғу жолдарынан в основном, да, сосын қалай шығады. Ал негізінде барлығының ішінде бір инфекция герпес деген. Соны емдеу тәсілдерінің өзі ұқсас. Түсінікті. Так, келесі сұрақ, майлы беттерге қандай кремдер жақса болады дейді? Майлы крем, бет не үшін майлы екен біліп алу керек. Мысалы, көбісі фастфуд жейді, майлы тамақтар жейді да. Жаңа желчегонный аппарат. Майлы болғанда аппақ бірдеңелер шығып тұрады өлерде, иә? Холестерин, мысалы, көп, неден көп болады, жаңа майлы тамақ жегеннен, да? Соның барлығын қарау керек. Сосын майлы бетке деген әртүрлі фирмадан бар, қайсысы ұнайды? Мысалы, маған ұнайтындар жаңа Авен деген фирмалар, соныкі жақсы кремдері нелерді, гель умывание обязательно қолдану керек. Постоянно гигиена лица, мана айтып өткендей, жуынып жату керек деген, оның барлығы азы да, содан бастау керек. Түсінікті. РВ положительный дегеніміз не дейді? Бұндай венерологический сұрақ келеді деп ойлаған жоқ. Мен бір жағынан мен дерматовенерологпын еще. РВ дегеніміз реакция Вассермана, да? Реакция Вассермана не үшін тексеріледі ол. Особенно жаңа медосмотрдан өткен кезде барлығы соны тапсырады, байқасаңыз, иә. Ол дегеніміз хламидия, заболевание, передающееся половым путем, соны тексеру үшін жібереді оған, да. Бледная трипанема деген болады ішінде, сондықтан осы сұрақты қойған кісі маған личкама шауып жазса болады, көмектесіп айтып жіберемін. WhatsApp нөміріне жазсаңыз, сізге көмектесетін болады. Келесі сұрақ, көз жара дегеніміз не дейді? Енді өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жауап берсеңіз болады. Орысша болса орысша, қазақша болса қазақша.
негізі орысша жауап берген ыңғайлы маған. Орысша оқыған үшін. Көз жара дегеніміз енді былай тоже медицина тілімен айтқанда ол эмпетика, ол инфекционное заболевание. Оны өз бетімен емдеуге болмайды, өйткені ол деген көбейіп кетуі мүмкін денеде, тем более балаларда шығатын болса көп келеді, мана диатез деп айтып жатырмыз да, диатезға сол инфекция қосылуы мүмкін, ол да уже көз жара болып кетеді ары қарай да. Енді эмпетика деп инфекционное заболевание міндетті түрде оны антибиотиктермен емдейді, антибактериальный мазьбен емдейді бірінші, ары қарай таблетка ішпеу үшін, суспензия антибиотиктер ішпеу үшін бірінші мазьдармен емдеп алғанымыз дұрыс. Обязательно гигиена сақтау керек ол жерде, өйткені жаңағы іріңден жан-жағына таралып кетеді ғой, сосын денесінің барлығын алып кетуі мүмкін. Ол кезде уже біз системно емдеп кетеміз. Соған жеткізбеу үшін басында бір шығама дәрігерге көрсетіңіз, дәрігер сізге азғантай ғана ем тағайындап береді, жаңағы ұнамайды жақ, мынаны істе, болды. Ал ұлғайып кеткен сайын бізге емді көбірек қолдану керек, ол адамды улап бастаймыз біз, сондықтан қалай шықты, сразу дәрігерге барыңыз, дәрігер сізге көмектеседі. Түсінікті. Сосын көз жара көз тигеннен шығар ма? Көз тигеннен шығады деп айтып жатады ғой түр. Оған қатысы жоқ па или? Жоқ, ондай қатысы жоқ. Көз тигенге қатысы жоқ та? Жаңа айжаңара тиген, ондай көз тигеннен жара шығады деген ондай жоқ. Түсінікті. Енді ол адамдар өздері ойлап тауып не істеген ғой, бұрын әжелеріміз айтып. Бірақ медицинада ондай жоқ. Так, тағы мынандай сұрақ қойып, липолитик көмектеседі ма дейді? Липолитик. Иә, липолитиктер көмектеседі. Но тек липолитик дегеніміз не жаңағы майларды ерітетін ғой, мысалы біреулерде подбородок болады, іш болады да, соларды кетіретін уколдар ол салатын, соны ерітеді. Оның да түрлері болады, оны подробно айтпай қойын, ол жалпы көмектеседі. Бірақ тек уколды салам деп отырып алудың несі қажеті жоқ, ол үшін мысалы ішіңізді кетіріңіз келсе, тек липолитик салмай физическое упражнение жасау керек міндетті түрде, сосын диетаны ұстау керек, ол жиі беріп тек іштегі майға укол сала берсе, ол да дұрыс емес, Түсінікті. Так, келесі сұрақ, чистка дегеніміз не көмектеседі ма дейді? Чистка. Чистка дегеніміз жаңа беттің чисткасын сұрап жатқан шығар. Беттікін сұрап жатыр. Оның да бірнеше түрі болады. Аквачистка деген болады, ультразвуковая чистка деген болады, механическая чистка болады. Ол жаңа әртүрлі аппаратқа байланысты. Чистка дегеніміз ол гигиеническая процедура. Оған деген прям чисткадан кейін мен күшті болып кетемін, прыщиктардың бәрі кетіп қалады деген ондай понятие болмау керек та. Мысалы, көп нелер сөйтіп ойлайды. Өйткені рекламада неде шығып отырады, ол кәдімгі гигиеническая процедура. Сіз бет қолыңызды қалай жуасыз, сол секілді, бірақ анау кішкене тереңірек тазалайды. Болды. Сол оның несі, разницасы, Бірақ істеп тұрған жақсы, мысалы, 3 айда бір рет істесеңіз болады, 6 айда бір рет істесеңіз болады, өзіңізге қай түрі ұнайды, соны істеген жақсы. Сосын косметолог ол да сізге кеңес береді, мынау жақсы деп, сонда тыңдап не істеу керек, бетіңіз жаңағыдай жарқыратқыңыз келсе, не істегіңіз келсе, пилингтер бар мысалы да. Пилингтен бастайсыз жайлап, одан кейін қазір мысалы кеңінен тарап жатқан көп сұрақ қойып, мысалы плазма лифтинг қалай деп та, плазма салған қалай деп. Плазма лифтинг мысалы оны басқа да салуға болады. Ана сұрады, шаш түседі деп мысалы да, сол шашты как раз фолликуларды обновлять етеді. Плазма дейміз не негізі, ол өзінің қанын алып плазмамен несін айырады, сол плазмасын қайтадан өзіңізге салады. Ол сырттан алынған зат емес, сондықтан шашты өсіруге, түсірмеуге де жақсы әсері. Бетке салсаңыз, мойныңызға салсаңыз, тоже теріңіз жаңарып, өзіңіздің клеткаларыңыз өзіңізде қайтадан жұмыс жасап бастайды. Сол үшін арналған зат. Түсінікті. Так, сосын ана балдардың басына қайызғақ шығып жатады ғой, бір тарақпен тарап жатады. Сол неден, кішкентай балдардан бір основной 2 айлық 3 айлықтан бастап шыға береді ғой. Ол сибирейный дерматит деген ауру, да? Ауру емес, ол даже физиологиялық нормаға жатады. Ол балалардың байқасаңыз барлығында болады. 1-2% тек болмай қалуы мүмкін болады. Ол қышта ма сосын? Негізі былай доказательный базамен қарасақ, ол ешқандай қышту, не қылу деген болмайды балада. Негізінде, ол просто дискомфорт, анасына көбірек дискомфорт, ананы көреді, алып тастағысы келеді. Шығып жатқан сияқты болады дейсің ғой, Ал негізінде балаға ешқандай әсер етпейді. Жаңағы май жағып алып тастап жатады, сол дұрыс па? Мамасының жаңағы душасы спокойно болсын деп алып тастауға болады, май жағып, тарақпен жайлап тарапты. Шашын алып тастасаңыз да ол кетіп қалады. Ол не үшін пайда болады? Ол деген жаңа айтып отырдым ғой, іште жатқан кезде балада барлық органдар дұрыс жасамайды ғой. Ұйықтап жатқан кезде тұрады мысалы, туылғаннан кейін ол жұмыс жасап бастайды. Сол пока регуляция болғанша, терморегуляция, жировая регуляция, бізде бәрі терімізде тер шығады деген сияқты сондай ғой.
ол балаларда енді дамып бастап жатыр, оның барлығы жұмыс жасап, сол кезде шығады сондайлар да. Ол физиологиялық норма, чем отклонение. Жаңа үлкендерге де басына қайызғақ көп болып түсіп, сондай шығып жатады. Сол жайлы айтып өтсеңіз. Иә. Үлкендерде перх неден пайда болады? Ол в основном прям 90% ол малосезия, грибок, да, грибковая инфекция. Аз тек 10%-ында ғана тек терісі құрғап, содан тек терісі қабыршықтан түсуі мүмкін, бірақ ол аз пайыз, мана айтып өткендей. Ал қалғандарынан грибковая инфекция. Содан как раз таки шаш түсіп, сондай пайда болуы мүмкін, қышиды басы, иә. Соның барлығы грибковая инфекция, сондықтан грибковая инфекцияны емдеу керек міндетті түрде. Қайызғақ болмаса, бас неден қышиды? Қайызғақ болмаса, баста аллергия болуы мүмкін. Тоже мысалы, әйел адамдар шашын бояйды, иә. Красканың өзіне аллергия болып кетуі мүмкін. Екіншіден ақша шығады, мысалы, үлкен кісілерде, жалпы жастарда да шығады ақшашта, ол меланин циттар дұрыс жасамағандықтан, сол кезде ақшаштар да қышытып бастауы мүмкін. Сосын жаңағы терісі құрғақ болып, ол да қышытуы мүмкін. Әлде жатқан кезде, мысалы, жастығында бізден перодан жасалады, неден жасалады, оған да аллергия болып кетуі мүмкін. Ішінде пулевая клещ деп айтады, солардың барлығына да аллергия болып кетуі мүмкін. Сондықтан соның жататын төсегінің барлығын таза ұстау керек. Сосын адам басын аптасына неше рет жуған дұрыс? Жалпы шампуньмен, любой шампуньмен жуа берсе де бола ма сосын? Өте жақсы сұрақ. Ол мысалы бұрын айтатын еді, 2 рет жуу керек, 3 рет жуу керек деп та. Ондай жоқ. Любой уақыт, мысалы, өзіңізге қалай ыңғайлы, майланайын деп жатыр деп ойлайсыз ғой, сол кезде жуған дұрыс. Өйткені неге олай да, мысалы, сіз майлы баспен жатасыз жастығыңызға, ол тағы инфекция жинайды, иә? Ол инфекция қайтадан басыңызға шығады да, сондықтан сондай аурулар пайда болуы мүмкін. Ол 1 рет жуу керек, 2 рет жуу керек деген жоқ. Шашқа басқа нелер шампуньдар по типу кожи подбирается тоже. Жирный, жаңағы сухой деген сияқты оларда бөлінеді ғой шампуньдар, байқасаңыз да. Соны обязательно бальзаммен қолданған жақсы. Бальзаммен, да. Сосын күнде суға түсе беруге болады ма? Ол зиян емес пе, күнде суға түсе берген? Күнде түсе беруге болады. Ол гигиенический душ тоже, да. Бірақ күнде сабынмен қолдануға болмайды. Сабынмен қолдануға. Гель для душа дегендермен сабынмен күнде қолдануға болмайды. Неге? Өйткені негізі қатты сабынмен қолдануға болмайды. Ол pH төмендетіп жібереді, иә. Бізде pH деген не бар ғой, ұғым бар ғой, соны төмендетіп жібереді. Сондықтан аптасына 2 рет, 3 рет сабынмен жуынып, қалған кезде просто сумен тек шайынған дұрыс. Өйткені шынымен де мысалы даладан келгеннен кейін де душқа түскім келеді да, одан тұрған ештеңе жоқ, бірақ гельмен, сабынмен күнде түсуге болмайды. Бүгінгі сұхбатымыз тәмамдады деп ойлаймын. Көптеген сұрақтарға жауап алды деп ойлаймын. Үлкен рахмет айтамын сұхбатқа келіскеніңізге. Басқа да маңызды сұрақтарыңыз болса, арнайы дерматологтың өз WhatsApp нөміріне шықсаңыз болады, экранда көрсетілген нөміріне. Сізге де рахмет шақырғаныңызға, көп адамға көмектестім деп ойлаймын, пайдам тиді деп. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Көмектесуге тырысамын әрдайым. Рахмет сізге, жақсы сау болыңыз.